Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің каналға қош келдіңіздер. Мә, бізге Аружан ше батылға шақырып отыр ғой, бізге тапсырма берем дейді. Шықпаймыз десек те қанша шықпаймыз дедік, қоймай жатыр ғой. Кешегі Айша бізден ұтылып қалғаннан кейін соған жынданып отыр ғой деймін. Біз соны ше ойланып отырдық, давайте батылға шыға саламыз ба деп, Аружанды жеңіп тастаймыз ба деп ойлап отырдық. Батылға шығамыз деп шештік біз. Біз больницаға кіріп шығамыз. Аружан қандай тапсырма берді, кән бірге көрейік енді. Назымның подписчиктері, бүгін мен Назым каналы батылға шақырамын. Өйткені Назым каналы бізде бардағы Айшаны жеңіп тастады. Ой, мен бұны ешқашан кешірмеймін. Мен қазір Назым каналының Айсұлуды батылға шақырамын. Сендерге тапсырма. Осы алфавиттегі қарағайға әріптегі осы буквалармен өз бір сырттағы адамға, туысқандарыма, бір досыңыз ба, білмеймін, любой адамға звондайсыз да. Былай айтасыз. Например, бірінші әріп ол А, я. Сол аға бір сөз табуыңыз керек. Например, алма, сондай сияқты. Ал егер сіз әріпіне ештеңке таппайды, например, как ю, сондай әріптер бар ғой, соған таппай қалсаңыз, онда сіздер жеңілесіздер. Ал мен по-любому жеңемін. Так что давайте. Аружан ұрып жүрейін деп тұр ғой бізді. Қандай тапсырма берген бізге Аружан. Біз ойладық бір челлендж ба, или андай магазин заттар алу ма, сондай деп ойлағанбыз ғой. Сөйтсек бізге берген тапсырмасы алфавитпен бір адамға звондау. Пранк жасау, иә? Мен онша түсінбедім ше. Звондау бірінші рет естіп тұрмын, сен естігенсің ба? Ондай? Бұрыннан бар ма? Білмеймін, мен енді соны естіп, енді біліп тұрмын. Қазір енді біз больницамызға кіріп шығайық енді. Енді оны бұл жерде орындай алмаймыз, тапсырманы. Қазір үйге барып түсетін боламыз. Кімге звондаймыз? Звондайтын адамымызды ойланып қалдық қой. Біз ойлағанбыз, Аружанды жеңіп тастаймыз деп. Білмеймін, бұнан Айша сияқты челленджер бере ма деп ойлағанбыз. Айша сияқты оңай тапсырма бере ма деп ойлаған едік. Аружан енді мықтырақ болып тұр ғой енді Аружан. Маған қатты ашуы келіп жүр екен ғой. Аружанның Айшаны ұтылып қалғаны. Қой, давай Аружанды жеңіп тастайық, Аружанның, если біз Аружанды жеңсек, Аружан қандай болады екен? Маған сол қызық болып тұр ше. Ызаланып жүр ғой. Шықтық. Тез больницаға кіріп шығып кеткенсіз ғой, үйге асығып. Бірақ кімге звондаймыз деп қазір ойланып тұрмыз ше. Мен бір-екі адам не қылдым, ойладым. Сол бір-екі адамды көреміз қазір. Енді олар енді әзіл түсінетін сондай адамдар да. Бізде көп әзіл түсінбейді. Ұрсып телефон қойып қояды. Позорым шығап сөйтіп қойып қоймаса болды енді. Үйге барғанша асығып тұрмыз екеуміз. Енді магазин кіріп шықтық. Зарядымыз өшіп жатыр осындай кезде ше. Барып түсіріп тастағымыз келіп тұр ғой, Біз кімге звондайтынымызды таптық. Қазір үйге барып звондаймыз. Бір қуғынға бір подругаларымыз бар. То есть Айсұлудың подругалары. Маған үйге тез барып түсіріп тастайық, давай тез жеңіп тастайық десем, бұл болса магазинге барайық, пицца алып алайық деп сылтауратып жүр. Не қорқатсың ба не? Ұтылып қалам деп? По-любому жеңем ғой. По-любому жеңіп тастайсың ба Аружанды? Просто күшінавайын деген ғой. Күшінавайын деп. Бізде Айсұлу пицца жеп күшінавайын деп жатыр. Давай кеттік, пиццамызды алайық. Айсұлудың бірінші пиццасын әперіп алайық. Ойбай батылға түсу үшін. Барсақ енді пицца жемеймін дейді, енді лаваш жеймін дейді ғой енді. Точно қорқып тұрсың ғой Айсұлу, Жоқ, мен жеңем. Жеңесің ба? Просто күш жинау керексің ғой, саған. Күш жинау керек қой просто саған, Жүр, лавашыңды алып берейін. Точно жеңесің ба? 100%? Көресіз ғой, мен Айшаны жеңгенін Арудта жеңем ғой. Біз үйге келдік, Айсұлуды жақсылап тойдырып, тамақтандырып алдық, бүйтіп күш жинап берді. Күшіңді жинадың, қарныңды тойдырдың, адам позорын шығармай енді жең, давай Аруды жеңуіміз керек. Арудың подписчиктері бүгін мен жеңемін.
Міне дәптерімізді алып келдік. Бұл дәптерімізде сөйтсек 42 әріп емес екен, орысша екен. Енді өзіміз арасына қосамыз, амал жоқ. Қазақша алфавит. Короче, дәптерлерді ақтардық, таппадық қой. Қ жоқ. Қ деген нәрселерді. Жоқ. Жоқ. Өзіміз енді арасына қосамыз енді. Давай, кімге звондаймыз? Телефоныңды аш. Енді ол адам қойып қоймаса ғой, позорымызды шығарып. Ұрсып. Бұл кім? Көрген ба, класстасың? Иә. Алмайды ол. Соединение бар тұрған. Соединение бар тұрған жоқ па? Онда өшір. Кімге звондаймыз енді? Ана бір подругаң бар еді ол. Үйге келіп тұратын ше. Бір подругаң бар еді, үйге келіп тұратын ше. Соған звондайық та, давай. Қуады ол подругасы. Айдана деген подругасы бар. Давай, Айдана звонда. Не деген сообщение мынау? Сообщенияларын оқып алғансың. Подругаларым не қуаспай, не біледі, түс болды ғой уже. Алмайды ғой. Кімге звондаймыз енді? Кім бар? Давай, ойлан. Короче, қойып қоймайтын адам болу керек. Сондай бір адамға звондауымыз керек қой. Телефон қойып қоймайтын, әзілді түсінетін. Айназға звондайды. Айназ? Айназ деген подругаң бар ма? Давай, звонда. Позорым шығарып, ұрыс қойып қоймасын біз. Так. Давай, адам бас. Аты Айназ ғой. Айназ? Алма жеп ба? Алма жеп ба? Жоқ, не алды? Барабан дауыс шығып жатыр ғой. Атешпен отырсың ба? Велосипед теуіп жатсың ба? Гүлдерге су құйып жатсың ба? Иә. Болашақта ғарышкер боласың ба? Жоқ. Доп ойнап жатсың ба? Иә. Ешектерге су бердің ба? Жоқ. Не айтасың? Алдында Новый годта қалып кеткен елкаларын қақты, үйіңе барғанда көрмедік қой. Жастықтарыңды жинап қоймайсың ба, шашылып отыр ғой жастықтарың? Не айтып жатсың? Айтсын. Залда жатсың ба не әлі? Ит құсап жатыр ең ғой, көрдік қой. Өткенде жараңа йод жақтың ба? Жоқ. Көбелектеріңе су құйдың ба? Қоян құсап неғып жүгіріп жүрсің? Лақтар құсап жүгіріп жүрсің ба? Мысықтарыңа тамақ бердің ба? Мысықтарыңа тамақ бердің ба? Жоқ. Нан бермейсің ба? Хотя бы нан бермейсің ба?
Өткенде мысығың шаңғы теуіп жүреді ғой. 원래 айсұлу не айтып кеттім? Орындықта отырсың ба? Жоқ. Өшіргішті неғып жеп отырсың? Қомаша айсұлу. Піл құсап жеп отырсың ғой. айсұлу. Құма. Робот сияқты жеп отырсың ғой. Сағат қаншада тұрдың? Сағат қаншада тұрдың? Сағат қаншада тұрдың? Жетте. Тас бақа ұқсап сағат 7-де тұрдың ба? Ерте тұрмайсың ба? Сағат 4-те тұрмайсың ба? Қомаша айсұлу. Ушылағансың ба? Үйіңде ұлу бар ма? Үйіңде ұлу бар ма? Үйде жүрсің ба? Е. Футбол ойнамайсың ба не? Қомаша айсұлу. Үйіңе хат келді ма? Хат жаздық қой, хат келді ма үйіңе? Жоқ. Жиһаздарың арасын қараса, жиһаздарың арасын. Хат бар ғой. Ертең цирк болады екен, циркке барасың ба? Маймылдар келеді екен. Не білдім ба? Циркте ше маймылдармен бірге шықсаң ше, чемпион болады екенсің. Циркте маймылдармен бірге шықсаң ше, чемпион боласың. Азанда тұрғанда шай іштің ба сен? Жоқ. Аяқ киіміңді щеткалап жүр, мақма. Нағып? Сен щеткалап жүрсі, крем жағып, щеткалап. Обязательно щеткалап жүр, мақма. Нағып? Саңсаң болып кетеді? Ыдыстарыңды жудың ба, кеше қап кеткен ыдыстарыңды? Толып жатыр еді ыдыстарың. Жумайсың ба? Арасында ірімшіктер жатыр еді арасында. Альбомға сурет салдың ба? Ау? Альбомға сурет салдың ба? Жоқ. Кеше салам деп атқан едің ғой. Сала алмадым. Экскаватормен салсай сурет. Экскаватормен салсай сурет. Айсұлу қомайы. Яна Юлия көршіңді шақырсай, Юлия сал. Нұрыра. Бастарыңа тақия киіп алыңдар екеуің, Юлия екеуің. Сөйтіп сурет салыңдар. Айназ, бұл саған, короче, пранк болды. Шошып кеттім, қайда маңға ауысып кеттім десең. Айсұлу, қайда маңға ауысып кеттік? Түнгі болды ау деп тұрды. Ой, Айсұлу, ойбай. Ой, Айназ, рахмет саған. Давай, пока. Телеп кеттім. Айназға үлкен рахмет, Айсұлудың подругасына. Біз ойлаған едік, қазір телефонды қойып қояды, мә, ұтылып қаламыз, жарты жолда қап кетеміз, екінші рет звондауға болмайтын шығар деп. Бірақ жоқ, барлығы күшті болды. Қазір енді арудың қанша әріпті тапқанын бірге көретін боламыз. Мен қараға екі әріптің яғни твердый знак пен мягкий знакты дыбыс ретінде айттым. Ал Назымның каналы қанша сөзді қараға екі әріптің қаншасын айтты, қаншасын айтпады, көрейік. Біз жеңіліп қалдық қой. Молодец, Ару. Екі ақ әріпті таппапты Ару. Біз болсақ
36 әріпті таптық. Біз ана ың дегендерді, в общем, ойымызға короче шаңғы келді, ортасында ың бар ма, ұра бердік қой біз. Примерно бір ортасында бар әріптерді сөйтіп қостық та біз. Ару, молодец. Арудың подписчиктері бізді де қолдап жүріңіздер. Ару, молодец. Сен ұттың. Мынаның қарны тойды. Бұл өзінің несін орындап алды. Арудың подписчиктері бізді де қолдап жүріңіздер. Лайк басып, комментарийға қандай видео түсірейік жазып кетіңіздер, подписаться етіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.